Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үш өлшемді модельдер. Яғни мына суреттер байланыстыратын ұғым ол үш өлшемді модельдер. Сабағымыздың оқу мақсаттары объектілер мен оқиғалардың модельдерін 3D редакторда құру. Сабақ мақсаттары үш өлшемді модель ұғымын білу, 3D редакторда жұмыс жасай білу. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын термин сөздер модель, модель, модельдеу, моделинг, графика, график, объект, обжект. Дәптерімізге жазып аламыз. 3D модель дегеніміз не? Қандай 3D бағдарламаларды білесіз? Жаза кетейік. Тақырыбымызды ашпас бұрын осы видеороликті көріп алайық. Модель ұғымы туралы біз не білеміз? Модель ұғымын күнделікті өмірде көптеп кездестіруге болады. Мысалы, әртүрлі машинелердің, ұшақтың, математикалық амалдар мен геометриялық пішіндердің, үйдің модельдері және тағда басқа. Модель дегеніміз не? Модель нақты бір объектіні, процесті, немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі. Объект бұл зат, оқиға, процесс, табиғат құбылысы, тағда басқа. 3D модельдеу туралы біз не білеміз? Бүгінгі күні 3D графикалық модельмен бейнеленетін әрекеттер көптеп кездеседі. 3-dimensional сөзін ағылшын тілінен аударғанда үш өлшемді объект деген мағынаны білдіреді. Ғимарат, ұшақтар, көліктер, тұрмыстық техника, қаламдар, микросхемалар және компьютерлердің модельдері бұл 3D технологиясының көмегімен құрастырылатын модельдер. 3D көмегімен орындалатын объектілер мүмкін болмайтын нәрселерді көруге мүмкіндік береді. 3D модельдеу қандай салаларда қолданылады? 3D модельдеу көптеген салаларда қолданылады. Мысалы, ойын индустриясында, виртуалдық мұражайларда, құрылыста, теледидарда, дизайн студиясында, жарнамаларда, полиграфияда, өндірістерде. 3D модельдеу үшін қандай бағдарламалар қолданамыз? 3D өлшемді модельдеу үшін келесі бағдарламаларды қолданамыз. Punch Home Design, SketchUp, Archon, AutoCAD, 3ds Max. Үш өлшемді бейнелерді модельдеу үшін қандай қадамдарды орындай білу қажет? Модельдеу үш өлшемді объектіні құру. Бояу, модельге суреттерді, текстураларды қию, материалдың қасиеттерін ретке келтіру. Жарықтандыру, жарық көздерін орнату және баптау. Түсіру, сахнада түсіру нүктесін таңдау. Рендеринг, шынайы бейнені құру. Бүгінгі таңда технология тез қарқынмен дамып келеді. 3D графика, 3D принтер және тағда басқа. Үш өлшемді графиканы құрып қана қоймай, оны 3D принтер көмегімен қағазға басып шығаруға болады. Қандай қызмет салаларында үш өлшемді модельді пайдаланады? Үш өлшемді модельдерді пайдаланудың артықшылығы және кемшіліктері қандай? Чатқа жаза кетейік. 2D және 3D модельдерді анықтаңыз. Мына суретте берілген сол суреттен 2D және 3D модельдерін анықтаңыз. 2D және 3D модельдеудің айырмашылығы неде? Негізгі айырмашылығы біз параққа сурет салғанда екі өлшемді жұмыс аймағын жұмыс жасаймыз. 2D екі өлшем нысаны биіктігі және ені. Қысқаша айтқанда 2D, Y және X. 3D графикада екі үйреншікті биіктігі және ені. Ұғым және өлшемдерге үшіншісі ол тереңдігі қосылады. Осылайша кез келген нысанның элементтерін орналасуы кеңістіктегі координаталармен анықталады. Дәстүрлі Y, X, Y, Z. Үш өлшемді модельдеу тақырыбына байланысты мына кестені дәптерімізге толтырамыз. Білемін, білгім келеді және білдім. Үйге тапсырма. Үш өлшемді модельдер тақырыбын қайталау, үш өлшемді графикаға арналған бағдарламаларды зерттеу. Рахмет, сау болыңыздар.